Меркези сайлав комиссиясы электрон протоколларының юз файзаны тәшкерді. Украина президенті сайлавларының бірінші турының алдын нәтижелеріне көре 30.24 файызнен бірінші ярны Володимир Зеленский тута Петро Порошенко рейлерінің 15.95 файыз алды. Юлия Тимошенко 13.40 файыз, дортынжеве 5. Юрий Бойко ве Анатолий Гриценко олды. Более апрельның 21-ді өткерілежек сайлавларының екінші басамағына Володимир Зеленский ве Петро Порошенко кечті. Меркези сайлав комиссиясының топлашывы девам етмекте, комиссияға сайлав бөлгелерден протоколларының асыл нұсқалары кетірілмекте. Бүгінде бұтын Украинадаки 199 сайлав бөлгесінден 142 бөлге комиссиясы әнді Меркези сайлав комиссиясына протоколларыны тәслим етті. Около 18:00 мы выехали. Saat 18-ге якын yolға чықты, геченің saat 3-інде мында едік. Yol açıq еді, озғаранлар да бар еді. Шуның үшін умумен әрше яқшы кечті демек мүмкін. 113 бөлгеде әке мақсус сайлав бөлігі қошылды. Бұ арби қысымлар. Анда сайлавларға келме көстергічі ғайет юксек, 100% демек мүмкін.